Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен біз ыстық нан дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін жылы су, оған кішкене тұзымызды қосып, ұнымызды қосып араластырып аламыз. Апара дайындаймыз қазір. Және де араластырып болғаннан соң үстіне дрожжымызды саламыз. Апарамызды салып болғаннан кейін жақсылап араластырып болғаннан соң бетіне қазір пленкамызды жабамыз. Және де 10 минутқа қойып қоямыз, осылай жылы жерде осылай тұрады. Ал бұл көтеріліп жатқан кезде біз суымызды қоямыз. Жылы су 1,5 пилай қостым мен. Одан менен 3 лепешка шықты. Тұзымызды араластырып аламыз. Және де ұнымызды араластырып, кішкене апарамызды саламыз үстінен. Енді қамыр илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ болу керек. Сол кезде тезірек көтеріледі және де жұмсақ болады. Және бұны 1 сағатқа қойып қоямыз. Бетін жауып, орап. Міне біздің қамырымыз 1 сағат тұрды. Осылай көтерілді. Енді біз бұны алып, 3 бөлікке бөліп, тағы да көтерілуге қоямыз. 15 минуттай уақытқа. Форма кеселерге салып қойсаңыз болады. Осылай 3-ке бөлеміз. Салып қоямыз. Салып болғаннан соң бетін жауып, қойып қоямыз. Міне біздің қамырларымыз дайын, 15 минуттай тұрды. Осылай формаға саламыз. Формаға салып, бетіне жұмыртқа салып, жағып, күнжутымызды себеміз. Және де 180 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Міне пісті, ас болсын, жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.